Ол үшін бізге 3 жұмыртқа, жарты шай қасықта тұз, енді 2-3 ас қасықта қант саламыз. Осы заттардың барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Қалы массамызды жақсылап араластырып алдық. Енді бұған 1 кесе су құятын боламыз. Сіздер сүт құйсаңыздар да болады. Араластырыңыз. Енді сұйық массамыз дайын болды. Енді електен ұн өткізіп қосатын боламыз. Ұнымызды елекке салып алдық. 1 шай қасықта соданы араластырып, осы електегі ұнымызды массамызға қосатын боламыз. Сұйық массамыз дайын болды. Енді сұйық майымызды, 1 қасықта сұйық майымызды құйып аламыз. Үлкен 1 қасықтағы сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Сұйық массамыз дайын болды. Енді мен алдын ала қызанақты, 2 дана қызанақты турап дайындап алдым. Көбектап, майда көбек қылып, енді осыны араластырып аламыз. Қызанағымызды араластырып алдық. Енді алдын ала вареный колбасамызды үкіштен өткізіп дайындап алдым. Бұны да қосатын боламыз. Алдын ала үкіштен өткізілген сырымыз бар. Бұны да барлығын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Массамыз дайын болды. Енді осыны блинницамызға пісіріп алатын боламыз. Табамызды алдын ала қыздырып, майлап алатын боламыз. Қызып тұрған табамызға блиняларымызды құйып, жайып, пісіріп алатын боламыз. Блиняларымыз дайын болды. Әдемі болып пісіп шықты. Енді осыны соуспенен тіске басар ретінде ұсынсаңыздар болады таңғы асқа. Менің рецептім ұнаса, маған тіркеп қойыңыздар.